Сәлеметсіздер ме, 2-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі пәні 4-ші сабақ. 1-ші бөлім өзім туралы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сурет саламын. Тема сегодняшнего нашего урока я рисую. Жаңа сөздер. Кімнің, кого, сурет, рисунок, портрет. Бұл кімнің суреті? Это чей портрет? Бұл атамның суреті. Это портрет моего дедушки. Сурет саламын. Я рисую. Қағаз, бумага. Ақ қағаз, белая бумага. Жаңа сөздерді сөздік кітаптерге жазып аламыз. Новые слова напишите в словарик. Сурет саламын сөзінің 3 жақта жіктелуі. Склонение слова «я рисую» на 3 лицах. Бірінші жақ мен, первое лицо «я». Мен сурет саламын, я рисую. Екінші жақ сен, второе лицо ты. Сен сурет саласың, ты рисуешь. Екінші жақтың сыпайы түрі сіз. Уважительная форма второго лица вы. Сіз сурет саласыз, вы рисуете. Үшінші жақ ол. Третье лицо он или она. Ол сурет салады. Он или она рисует. Запоминаем. Тыңда, қайтала оқы. Бұл ненің суреті? Давайте с вами прочитаем. Бұл кімнің суреті? Это чей портрет? Бұл атамның суреті. Это портрет моего дедушки. Бұл әжемнің суреті. Это портрет моей бабушки. Бұл әкемнің суреті. Это портрет моего папы. Бұл анамның суреті. Это портрет моей мамы. Мен сурет саламын. Я рисую. Сен сурет саласың. Ты рисуешь. Ол сурет салады. Он или она рисует. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Первое задание. Прочитаем внимательно текст. Бұл қағаз. Это бумага. Қағаз ақ. Бумага белая. Менің қарындаштарым бар. У меня есть карандаши. Мен әжемнің суретін саламын. Я нарисую портрет бабушки. Сен әкеңнің суретін саласың. А ты нарисуешь портрет своего папы. Ол атасының суретін салады. А он нарисует портрет своего дедушки. Екінші тапсырма. Второе задание. Бұл кім деген сұрақты қай суретке қоюға болады? Вопрос «кто это?» в каких случаях мы задаем? Ребята, запоминаем. Балалар, есімізде сақтаймыз. Бұл кім деген сұрақты тек қана адамға ғана қатысты қоя алады екенбіз. Вопрос «кто это?» мы можем задать только относительно к человеку. Қалғандарына бұл не деген сұрақты қоямыз. Остальным мы задаем вопрос «что?». Бұл кім? Бұл ата. Бұл кім? Бұл әже. Бұл кім? Бұл қыз. Бұл кімнің суреті? Это чей портрет? Бұл атаның суреті. Это портрет дедушки. Бұл кім? Бұл әже. Бұл кім? Бұл қыз. Бұл не? Бұл арыстан. Бұл не? Бұл қоян. Бұл не? Бұл аю. Что это? Это лев. Что это? Это медведь. Что это? Это зайчик. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Третье задание. Выполняем письменно в рабочих тетрадях. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Дополняем предложение нужными окончаниями. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың. Сіз сурет саласыз. Ол сурет салады. Осы үлгіде жазып шығамыз. Егер бүгінгі сабақ түсінікті болса, онда сау болыңыздар.